берілген паузаға қойып оқып алсаңдар болады. Қабырғалары үшбұрыштың 13, 14, 15 ең кіші биіктігін табу керекпіз. Жазып алайық берілген, А тең 13, Б тең 14, С тең 15 ашты табу керекпіз, яғни ең кіші ашты. Енді қандай формуланы қолдансақ болады? Міне мынандай формуланы қолданамыз. S тең 2-ден 1 А көбейту аша. Ең кіші биіктік дегеніміз ең үлкен қабырғаға түседі. Біздің жағдайда 15 қой ең үлкен қабырғасы. Міне осы 15 деген қабырғаға 15 см қабырғаға түскен биіктікті табу керекпіз. Бұл жерде осы ашты табамыз. Ашты тапқан кезде көріп тұрсыңдар, 2S тең бөлінген 2S бөлінген А болады. А деген ең үлкен қабырғасы ғой, бізде 15 болғаннан кейін сразу 15 деп жазып қосылайық. Міне осы формуланы қолданамыз. Енді S белгісіз. S-ті қалай табамыз? S-ті мына формуламен табамыз. Барлық қабырғасы белгілі болса, осы формуланы қолдансақ болады. Так, бастаймыз. Міне мына жерден P-ны табамыз. Бұл P-ны мына S-тегі формуланың орнына қоямыз, потом H-қа қоямыз. Все. P-ны табу үшін барлық қабырғасын қосып 2-ге бөле саламыз. Кіші периметр дейді, 13 қосу 14 қосу 15 бөлу 2 тең 21 шығады. Бұл 21-ді мына S-тің формуласына қоя саламыз, яғни Герон формуласына. 21 көбейтілген 21 алынған 13, 21 алынған 15, 21 алынған 14. Орындарына ұқсаса ештеңе қалмайды. Бұның бәрі ненің түбірінің астында. Одан кейін бұны есептеп шығарған кезде бізде, по-моему, 21 көбейтілген 8, 7, 6 болады. Бұның бәрін түбірдің астынан шығарған кезде көбейтіп 84 шығады екен. Яғни біздің ауданымыз S тең 84, H тең 2S бөлінген 15 дегендегі S-тің орнына 84-ті қоя салам. Әрине 2 көбейту 84 бөлінген 15. Бұны қысқартқан кезде 84 пен 15-ті сразу есептеген кезде енді 5-тен 56 болады. 5-тен 56 дегенде жауап болуы мүмкін, немесе ондық бөлшекке айналдырған кезде 11,2 деген жауап болуы мүмкін. Мінекей осы екі жауап біздің варианттарда бар екен. 11,2 және 56 бөлінген 5, 5-тен 56 десек те болады. Вот балдар, осындай видео болды. Лайк басып комментарий жазсаңыздар көп рахмет деуші едім, өйткені 11-10 сынып оқушылары аз, сондықтан қолдау көрсетіңіздер. Видео қалай ұнады ма, қалай айтыңыздар, сіздерге байланысты формат өзгеретін болады. Көп рахмет, келесі кездескенше. With